Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша наурыздың 22-сі күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Наурыз көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүниежүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер патрих, бирмалықтар су мейрамы, тәжіктер гүл-гордон, бәйшешек, гүл наурыз, хорезмдіктер наусарджи, татарлар нардуган, буряттар сагансара, соғдылықтар наусарыз, армяндар навасарди, шуваштар норис ойяхе деп түрліше атаған. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы қыдыр аралайды. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті киелі саналған. Халық таза жаңа киімдерін киген. Ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып төс қағыстырады. Әйелдер құшақтасып бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған наурыз көже ішуге шақырады. Дәстүр бойынша бұрын наурыз мейрамын бүкіл ауыл ел болып, әсіресе жастар жағы түгелдей таң шапағатын қарсы алудан, тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып гүл егу рәсімін өткізуден бастайтын. Қызықшылық одан әрмен халық ойындарымен, ән салып би билеумен, ақындар айтысымен, қызғалдақ мерекесімен, қазақша күреспен, ат жарысымен жалғасып кете беретінде. Түнге қарай Алтыбақан айналасындағы тамашамен аяқталатын. Ұлыстың ұлы күні деп неге атаған? Бұл жөнінде мынандай аңыз бар. Бір күні Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұрт тауына келген сәтте жердің бетін жайлаған топан су кері қайтады. Сол сәт жер бетіне табаны тиген барлық тіршілік иелері көк аспаннан түскен қасиетті қазаннан бірге дәм татады. Содан бұл күнді ұлыстың ұлы күні деп жариялайды. Наурызды тойлау тарихы ұлы Абай өзінің біраз сөзі қазақтың қайдан шыққаны туралы жазбасында наурыз тарихын көшпелі халықтардың хебиғи хұзағи деп аталатын көне заманына ұштастырады. Парсының нау сөзі әртүрлі өзгерістерге ұшырағанымен сол мағынада көп халықтың тілінде сақталып қалған. Ол орысша нов, немісше ное, латынша нео. Осылайша нау сөзі индоеуропалық халықтар дараланудан да бұрын пайдаланылған. Ал одан бергі мерзім ғана 5000 жылдан асады. Қазақтың көне шежіресінде де наурыз алаш деген сөздер бар. Наурыз мейрамы туралы аздаған мәлімет ұнаған болса, лайк басуларыңызды өтінемін. Каналға жазылыңыздар. Көп рахмет. Наурыз мейрамы құтты болсын.